Натуропатия маманы Виталий Островскийдің видеоларынан аударма ұсынамын. Қош келдіңіздер каналыма. Адам ағзасында паразиттердің әр алуан түрлерінің өмір сүретіні сияқты, Алла тағала сол паразиттерді жоятын түрлі әр алуан өсімдіктерді де жаратқан. Соның бірі гвоздика, яғни қалампыр. Қалампырдан дәрілік сүт дайындау үшін 3 не 5 дана қалампырды 150 грамдай суға салып, блендермен 2-3 минут айналдыру керек. Сонан соң сүзгіден өткізіп іше беруге болады. Бұл тұнба қандағы микропаразитті жояды, клетканың аралығындағы түрлі паразиттерді жояды. Доктор Евгений Лебедевтің айтуы бойынша, қалампыр онкологиямен ауыратын адамдардан көп мөлшерде паразиттердің шығуына көмегі зор екенін айтқан. Анемияға, қан аздыққа көмегі бар. Тамақтанардан жарты сағат алдын қалампыр сүтінің жарты стаканын, тамақтанғаннан соң жарты стаканын ішу керек. Испан ғалымдарының зерттеуі бойынша, қалампырдың қан құрамы үшін маңызы зор. Сутегі түзетін негізгі элемент. Ол антиоксидант қасиетке ие. Қан тамырларының жұқа қабатын паразиттерден қорғайды. Кей жазбаларда Великобритания премьер-министрі Черчиллдің ұзақ өмір сүргені және де өмір бойы кофеге қалампыр қосып ішкені айтылған, және де спортты қолдамаған. Жүрек соғысын қатты жіберетін спорт түрлері зиянды. Адамның жүрек соғысы минутына 100-ден жиілігі аспау керек. Йоганың барлық жаттығуларында адамның жүрек соғысы минутына 60-тан аспайды. Жүрек үнемі бір қалыпты соғуы қажет. Жүректің соғысы 1 минутта 60 удар болуы қажет. Қалампыр сүтін немесе ұнтағын болсын, асқазанында гастрит, язва болса, дәрігердің кеңесі қажет болады. Қатты ащы сусын болмаса да. Бұл сусынның емдік қасиеттері: анемияға көмегі бар, қатерлі ісікті өсірмей тұрады, қан тамырларын тазалайды, паразиттің барлық түрін жояды, жүректі және ішек микрофлораларын нәрлендіреді, асқы қорытуды жеңілдетеді, ауыз қуысындағы мәселелерге, тіс ауруларына көмегі бар, қабынуға қарсы ауруды басатын қасиетке ие. Қалампыр асханада, медицинада, парфюмерияда қолданылады. Ем болсын, дәрігеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыз. Ақпараттар ұнаса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойғаннан соң все деген нүктесін бассаңыздар, жаңадан шыққан видеолар туралы сіздерге ескертпе барып тұратын болады. Рахмет.